Жауынгерлер атқа қонды. Қарулы күштердің спортшылары ұлттық ойын түрлерін қолға алуда. Көкпар әскерге не үшін керек? Армия орталық спорт клубының тәуелсіздіктің 25 жылдығына тартуы қандай? Дәл қазір айтамыз. Биыл Қорғаныс министрлігіне қарасты армия орталық спорт клубында ұлттық ойын түрлері бөлімі ашылған тұғын. Штаттық құрамда жұмыс істей бастаған жаңа салада көкпар, аударыспақ, қазақша күрес және тоғызқұмалақ бойынша спортшылар даярланады. Соның ішінде көкпаршыларға үлкен үміт артылып отыр. Ел егемендігінің 25 жылдығына орай жаңадан құрылған көкпар командасы осы күні бірнеше жарысқа түсіп үлгерді. Өздері үшін дебютті додадан бастап жеңіс сұғырынан көрініп жүр. Ол Қарағанды облысының құрама командасымен өткен ойын болатын. Әскери көкпаршылар 3-1 есебімен қарсыластарынан оза шапты. Бұның негізі құрылу мақсаты қарулы күшті, ең бастысы Қазақстан ұлттық ойын спорт түрлерін насихаттау, сонымен қоса Қорғаныс министрлігінде физикалық дайындауында ұлттық ойын спорт түрлерімізді арқылы шыңдау. Көкпар спорт бөлімінің құрылуы тағы негізі мақсаттарының бірі Жамбыл облысында Луговой ауданындағы Бурно елді мекенде орналасқан таулы егерлік полкымыз бар. Сондағы оның негізгі мақсаты таулы шатқалдарда арнайы операциялар орындау. Сонымен қоса осы аттарды пайдаланып қойылған әскери тапсырмаларды орындау. Осы спорт арқылы, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы біздің ауыл шатқалда орналасқан армия қатарына келетін жас жеткіншектер, жас буындар білу керек. Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігінде өзінің атқұлағында ойнап, баладан бері келе жатқан өзінің тәжірибесін ертең әскерге барғанда да пайдалану іске асыруға болатындығын. Ол негізгі мақсаттарының бірі сол. Көкпар командасының құрамы жас ерекшелігі бойынша да, тәжірибелері жағынан да әр алуан. Мұнда жедел қызметтегілер де бар. Қазақстан құрама сапындағылар да осында. Тіпті таулы егер полкының әскерилері де көкпаршылар қатарында. Айта кетейік, Жамбыл облысындағы таулы егерлік полкіне іліну үшін әскери қызметкерден жауынгерлік даярлықпен қоса аттың құлағында ойнайтын шеберлік те талап етіледі. Сол себептен де көбіне атқа мықты ауыл жастары мен кішкентайынан көкпарға түсіп үйренген жігіттер осы полкке қызметке баратын. Енді оларға басқа да таңдау бар. Көкпаршылар мен атқа отыруды жетік меңгергендерге сұраныс көбейіп отыр бүгінде. Ондай жастардың орталық армия спорт клубының сапында да отан алдындағы борышын өтеуге мүмкіндігі бар. На данный момент в спортивном комитете Центрального спортивного клуба Министерства обороны сформирован. Бүгінгі күні Қорғаныс министрлігінің спорт комитетінде ұлттық спорт түрлері бөлімі ашылып отыр. Оның ішінде ат спортына жататын көкпар ойыны кіреді. Бұл командаға қарулы күштердің сарбаздары мен келісімшарт бойынша істейтін қызметкерлер мүше. Ат құлағында ойнайтын жігіттерді әдейілеп таңдап жүріп алдық. Сонымен қатар, таулы егер полкының сардарлары да осы команда қатарында. Қазіргі таңда қарулы күштердің көкпар командасы жолдастық кездесулер мен республикалық турнирлерге қатысып жүр. Жігіттердің барлығы болашағынан үлкен үміт күттіретін спортшылар. Показывает очень отличный такой результат, то есть ребята все перспективные спортсмены.
Аталған егерлік полк таутасты аймақтарда жауынгерлік арнайы операцияларды орындау үшін құрылған болатын. Енді бұл бөлімшеде спорт клубының көкпаршылары да қызмет ете алады. Өйткені жаңадан жасақталған құрама команда жарыстарға қатысушы спортшыларды ғана тәрбиелеп қоймай, кәсіби мамандарды да даярлауға өз үлестерін қоспақ. Сонда көкпар клубы мен таулы егерлік бөлімше өзара ынтымақтастық байланыста болмақ. Бұған қоса Қазақстандағы барлық спорт федерацияларымен тығыз қарым-қатынас орнатылып отыр. Облыстық спорт және дене шынықтыру басқармаларымен де мәмілелестік келісім шарттарға қол қойылған. Нәтижесінде әскер қатарына шақыру уақыттарында осы меморандумдар бойынша ұсыныстар қарастырылады. Спорт комитеті тарапынан ол үшін арнайы комиссия құрылып, сараптап, сұрыптау жұмыстарын жүргізеді. Көкпарда біз жүгіріп кәдімгідей дыханияны ашып дейді ғой. Солай физически жұмыс істейміз. Серкемен, атпен қап көтеріп, қазанға аттарды үйретіп, солай дайындаламыз. Көкпардың жылқысын біз мінердің алдында 2 сағат қаңтарып қоямыз, шөп жем бермей. Содан кейін 2 сағаттай аяндатып келеміз. Көкпардың алдында кішкене денесін қыздырып, көкпар ойнаймыз. Көкпаршы Нұрболат қаршадай басынан жылқыға жуық. Ат спортының түр-түрмен айналысып келеді. Соның ішінде көкпарға ден қойып, араласа бастағанына 5 жылдай болған екен. Бүгінде осы ойыннан спорт шеберіне үміткер. Болашағын тек көкпармен байланыстырады. Сол себептен де армия орталық спорт клубына шақырылды. Қарулы күштердің командасын халықаралық деңгейге көтермек ниеті барын ашып айтты Нұрболат. Атқа жақындығынан болар, мінезі қазақы, аңқылдақ, турашыл. Наша команда делится, конечно, так же, как и футбол. Көкпар ойынында да тура футболдағыдай шабуылшы, қорғаушы дегендер болады. Біздің командада 8 спортшы бар. Оның 3-і шабуылға шығады. Мұнда шабуылшының жылқысы басқаларынан өзгеше. Олар салыстырмалы түрде күшіректеу болады. Ал қорғаудағы аттар үлкен әрі күшті келеді. Бұл ойындағы жеңіс тек спортшыға ғана емес, астындағы атына да байланысты екенін ескерген жөн. Көкпар тартқанда ат пен шабандоз бірін-бірі сезінуі тиіс. Бұл екеуара тандем командалық рухқа ұласуы керек. Тек осындай біртұтас гармония болғанда ғана ойын жақсы жүреді. Оның үстіне қорғаныс министрлігінің көкпар командасы жарыс кезінде өзіндік тактикамен ойнайтын көрінеді. Бірақ ол әдіс-айлаларымен бөлісе қоймады. Себебі бұл талай жеңістерге жеткізетін стратегиялық амал болуы да әбден мүмкін. Команда полностью сформирована из... Команданың мүшелері нағыз көкпаршылар. Біз әдейі солай таңдадық. Команда жаңадан құрылса да, оның құрамындағылар кәсіби спортшылар. Аттар да бұрыннан дайындалып келеді. Ойынның жақсы жүруі екеуіне де байланысты. Біз бұрыннан ойымызда жүрген спорт түрін дәл осы тәуелсіздіктің 25 жылдығында ашуды дұрыс деп санадық. Команда құрылғанға дейін дайындық кезеңі болған. Біз аттарды күнделікті шынықтырып жүрдік. Бұлар бәйгеге ғана шабатын спорттық жылқылар емес. Олар арнайы көкпар үшін жаттықтырылған жылқылар. Проходят совсем другие физические нагрузки. Армия орталық спорт клубының жылқылары таза қанды. Спорттық ойындар үшін арнайы бапталған. Жастайынан жаратылған. Шетелдік асыл тұқымдылар да бар. Шабандоздар өз аттарымен күнделікті жаттығады. Себебі екеуі біріне-бірі үйренуі керек. Сағаттап аяндатып жүреді. Аттарды өзара қағыстырып, соғыстырып дайындайды. Ат бегілер жекпе-жек тұрып, бір-бірін итеріп, астарындағы серіктерінің төзімділігін сынайды. В честь независимости Республики Казахстан Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің құрметіне біз республикалық турнир ұйымдастырдық. Онда қарулы күштердің көкпар командасы да қатынасты. Өте жақсы өнер көрсетті деп айта аламын. Қазір министрлік жастарды спортқа баулуға баса назар қойып отыр. Яғни жас жауынгер жай ғана әскери борышын өтеп қайтпай, өз қарым-қабілеттерін танытып, спорттық сайыстарда қарулы күштердің намысын қорғайтын сарбаздарды дайындауға да көңіл бөлінуде. Қазақияның қайта тәуелсіздік жариялағанына 25 жыл толуына орайласып құрылған көкпар командасы қарулы күштердің мақтанышына айналатыны бек кәміл.
Себебі оның құрамына 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар озық сарбаздар ғана жиналған. Ер жүрек дегенінен қайтпайтын қайсар да өршіл мінезді жауынгерлері мен спортшылары бар армия орталық спорт клубының даңқы шекара асып, бедел құрметі арта беретіні сөзсіз.